Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Дана Уайт ресми түрде UFC 304-те болатын жекпе-жектерді жариялады. Көбісі күткендей Шавкаттың салмағындағы чемпион Леон Эдвардс Белал Мухаммедқа қарсы өзінің белбеуін қорғайды. Айта кетейік, олар екеуі осыдан бірнеше жыл бұрын октагонда кездескен, және де ол жекпе-жек нәтижесі травма үшін шешілмеген, ничья болып жарияланған. Жанкүйерлерге ол жекпе-жек ұнамаған. Қазірде көбісі Белал Мухаммедтің орнында Шавкат сияқты жарқын жауынгерді көргісі келген. Ал Шавкат үшін көп аналитиктердің болжамы бойынша күзде Джек Делла Мандаленаға қарсы жекпе-жек өткізеді. Джектің Шавкатқа тастаған вызовының аудармасын осы сілтеме арқылы көре аласыздар. Ол кезде де Шавкат бұл жекпе-жектен бас тартпаған. Менің ойымша, Леон өз белбеуін сенімді қорғап, ал Шавкат құдай бұйыртса, өз қарсыласын травмасыз өткен жағдайда желтоқсан айларына қарай біздің отандас жылдың соңында чемпиондық титулға жекпе-жек өткізеді. Солай болуын қаласаңыз, комментарияға жазыңыз. Дана Уайт сонымен бірге сол турнирда тағы бірнеше жарқын жекпе-жектерді жариялады. Қызығы, ауыр салмақтағы уақытша чемпион жекпе-жекті Джон Джонсқа қарсы емес, Кертис Блейдске қарсы өткізеді. Негізі уақытша титул дегеніміз сол салмақтың нағыз чемпионмен кездесуге гарантиялық статус еді. Бірақ Джонс тек Стипеге қарсы жекпе-жек өткізем деп ультиматум қойған сияқты. Бұндай легендаға бір исключение берген сияқты, оны түсінуге болады. Ал Блейдс пен Аспиналда шешілмеген сұрақтар бар екен. Олардың бұрынғы жекпе-жегінде Аспинал аяғына жарақат алып жеңілген екен. Енді Аспинал ауыр салмақта жайдан-жай уақытша чемпион емес екенін дәлелдеуге жақсы мүмкіндік. Және де менің ойымша Аспинал Блейдсті қиындықсыз жеңеді. Тағы қызық жауынгерлерден Пэдди Пимблет, Мухаммед Макаев, Арнольд Аллен өнер көрсетеді. Англиядағы турнирлер әрқашан қызықты өтеді. Сол үшін осы арнаға тіркеліңіздер. Бүкіл жаңалықтар туралы сіздерге айтып тұрамын. Соңғы турнирде өкінішке орай Өзбекстан жауынгері Нурсултан Рузибоев Хакен Баклиден жеңілді. Айтарлықтай, бұл жекпе-жек жартылай орта салмақта өтті. Өзбекстан жауынгерлерінің реакциясына мына видеода назар аударайық. Дает реальный шанс. Нурсултан! Давай! Давай нахуй! Вор, yarım gibi bastım. Давай! Вай! Что же делать, Қазақ арнасы дамығанын қаласаңыз, осы каналға подписка жасаңыз. Және де видео монтаж саласында жақсы специалист керек болса, описаниеда жазылған телеграмға жазыңыз. Барлығыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.